Exercise number 3, page number 10 from the student's book. Student's book'tan үшінші тапсырма 10-шы беттегі жалғастырамыз. Read the text again and choose the correct answers. Бұл жердегі жоғарыдағы берілген мынау мәтінді оқып, түсініп болған соң мына тапсырма өте оңай болады. Соның ішіндегі тест түрінде берілген табу керек екен. Okay, the first exercise number 3 and first sentence болады. Бірінші тапсырма. Veronica is not into яғни books. Is not into books. Natalia has got a TV. Наталья телевизоры болды, теледидары. Біріншісі мына Вероника кітаптарға қызықпайды дейді. Үшінші, Russell is good at taekwondo. Енді біз алдында оқамыз, таэквондоға қызығушылығы өте жақсы, және де ол өте жақсы таэквондодан деген сөз болған, таэквондоны таңдап отырмыз. B нұсқасы. Төртінші, Russell isn't interested in computer games. A нұсқасы. Russell компьютер ойындарына қызықпайды дейді. Бесінші, Баян is into pop music. C нұсқасы, яғни Баян поп музыкаға өте қызығады. And the sixth, алтыншысы, A нұсқасы болады. Не үшін? Себебі Баян isn't good at art. Ол теннис пен волейболға емес, өнерге онша жақсы болмаған, мәтінде солай жазылған болу керек. Жазылған. And келесі тапсырмаға қараймыз. Келесі тапсырма exercise number 4. Бұл жерде find these sentences in the text, then complete the sentence with the words in blue. Не деп тұр? Бұл жерде мынау берілген сызықшаның орнына біз қалып кеткен сөздер, жасырын сөздерді тауып алуымыз керекпіз, бірақ тек қана blue, яғни көкпен жазылған мәтіннің ішіндегі сөздерді қоюымыз керек. Okay, the first, I'm not mad about books. Бұл жерде сызықшаның орнына not mad about. Екінші, I prefer chatting on the internet. Бұл жерде сызықшаның орнына бізде екінші сөйлемде prefer болады. Үшінші, I really like sport, especially volleyball and tennis. Especially. Төртінші, I'm an Астана FC fan. Бұл жерде біріншісінде I'm an артиклі n қойылады, және де соңына бұл жерде fan сөзі. Бесінші, I'm good at martial arts. Бұл жерде бізде good at болады. Алтыншы, I'm not into hip hop. Am not into болады. Okay, енді exercise number 5. Соңғысы, бұл жерде не делінген? Complete the sentence for you, then compare your answers with a partner. Бұл жерде қасындағы досыңмен сөйлемді құрастырып, диалог ретінде қоюың керек екенсің. Бірінші, бізде the first, бірінші, берілген көмекші етістіктерді қолдануың керексің. I am into books animals. Мен кітаптарға қызығам, жануарлар туралы. What about you? Ал сен ше? Yes, I love to, especially books about birds. Мен де өте жақсы көрем, қызығамын. Әсіресе құстар туралы кітаптарды деп тұр. Екінші, I'm not mad about sport. Мен спортқа онша қызығушылығым жоқ. Мен онша қызықпаймын дейді. What about you? Ал сен ше? I'm mad about sport. Мен керісінше, сен қызықпасаң, мен керісінше өзім қызығам дейді спортқа, екінші адамы. Үшінші, I'm good at computer games. Мен компьютер ойындарына өте жақсымын, жақсы ойнаймын деп тұр. What about you? Ал сен ше? I prefer music. Мен музыка тыңдағанды қалаймын. Мен музыканы қалаймын деп тұр. Төртінші, I'm a London FC fan. Жаңа алдында естеріңізде мынау Астананың алдына N артиклі қойдық қой. N артиклі не үшін? Астананың алдында әдетте негізі қаланың алдына ешқандай артиклі қойылмайды, бірақ бұл жерде бір команда болған соң, команданың аты болған соң, бұл жерде N артиклі қойып тұр. Бұл жерде қаланың атын меңзеп тұрған жоқ.
дәл сол сияқты бұл жерде де London деп жаза салдық. Ары қарай 5-ші I am interested in photography, but I prefer watching TV. Watching TV. Бұл жерде кетті. Ары қарай бұл жерде енді бірден мына жерде жазып кету керек болды. Ешқандай сұрақ қойып, сұраққа жауап керек емес. Ары қарай 6. I can't stand cycling. Неке? I can't stand cycling. Міне, осымен тамам. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Сіздерге сабақ ұнаса, міндетті түрде жазылып, келесі сабақты өткізіп алмас үшін колокольчикті басып, ең бірінші сабақтың жауаптарын және де түсініп алуға қараңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Келесі кездескенше.